Қалайсыңдар жігіттер, қыздар? Сіздермен бірге мен Ұлағат, көп болды көрмегелі. Бүгін біз маңызды нәрсе туралы, ешқандай инвестор ойлағысы келмейтін, бірақ тарихта болып өткен оқиғалар туралы айтатын боламыз. Өйткені көптеген адамдар бұл нәрсе болашақта тағы да қайталануы мүмкін деп ойлайды. Мен Lost Decade туралы айтып тұрмын. Мына Lost емес, ғайып болған 10 жылдық. Бұл бір термин, қор нарығының 10 жыл бойы өспей тұрып қалғанын білдіреді. Көптеген ірі инвесторлар дабыл қағып жатыр. Алдағы 10 жылдықта бізді 10 жылдық ғайып болу күтіп тұр. Өйткені бағалар өзінің тарихи орташа мәнінен өте жоғары деңгейге кетіп қалды. Мысалға миллиардер Рей Далио айтады: уақыт өте келе өндіріс баяулайтындықтан қор нарығында 10 жылдық ғайып болу орын алуы мүмкін. Blackstone Capital Management те осымен ұқсас көзқараста. Инвесторлар тым алдыға кетіп қалды. Уоррен Баффет атамыздың партнері Чарли Мангер ескертеді: алдағы 10 жылдықта бізді үлкен пайда күтіп тұрған жоқ. Майкл Берри: қор нарығы пышақтың жүзінде ғана тұр дейді. Бұлардың ішіндегі ең таңғалдыратыны Теннесси штатындағы ер адамның өз итіне $5 миллион қалдырғаны. Бұл туралы сәл кейінірек айтамыз. Егер қор нарығының қозғалысы баяулайтын болса, 10 жылдық ғайып болудың ықтимал екенін ескере отырып, менің ойымша олардың айтқандарына құлақ түріп, не болып жатқанын талқылау керек. Бұның орын алуына не себеп болуы мүмкін? Оның мүмкін болатын мүмкіндігі қаншалық? Және ең бастысы, сіз бұл жағдайдан, бұл қазылған ордан, былайша айтқанда, пайдамен шығу үшін не істей аласыз? Бүгінгі видео сол жайлы болмақ. Бастамас бұрын сіздерге кішкентай челлендж. Егер бұл видео бастапқы бір ай ішінде кемінде 999 лайк жинайтын болса, мен ең көп лайк жинаған комментарийдің авторына 10 000 теңге жіберемін. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер, лайк басып, комментке пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Өйткені бұл біріншіден пайдалы видео, екіншіден сіз басқан лайктың құны 10 000 теңге тұруы мүмкін. Сондықтан ерінбеңіздер. Сонымен ғайып болған 10 жылдықтың нақты не екен, неге көптеген инвесторлар бұл туралы ескертіп жатқанын түсіндірейік. Қазір ғана айтып өткенімдей, 10 жылдық ғайып болу ол қор нарығының 10 жыл бойы өспей, өскені былай тұрсын керісінше құлап, бір диапазонда тұрып қалған кезеңін айтады. Естір құлаққа бұл қалыптан тыс сезінгенімен, іс жүзінде бұл әбден мүмкін, және бұрын болып өткен осындай кезеңдер. Бастапқыға көз жүгіртсек, 10 жылдық ғайып болу Жапониядағы экономикалық кризистің нәтижесінде туындады. Ауыр экономикалық дағдарыс пен дефляция кезеңіне кірместен бұрын Жапония қор нарығы 1980 жылдары 10 жыл бойы тоқтаусыз өскен. Бірақ көп өтпей Жапония нарығы өте ауыр деңгейде құлады. Содан бері 30 жыл өтсе де, Жапония қор нарығы өзінің 80 жылдардағы бағасына әлі де орала алған жоқ. Бұған себеп Жапониядағы төмен пайыздық мөлшерлеме. Бұл 1980 жылдары акция және жылжымайтын мүлік нарығындағы алып-сатарлықты күшейтіп, бағаны олардың шын мәнінен тым асырып жіберген. 100% көпіршік, былайша айтқанда. Іс жүзінде үкімет көпіршіктен қорыққаны соншалық, бағаның өсуіне жол бермеу үшін пайыздық мөлшерлемені көтерген. Осыдан кейін көп өтпей бағалар шұғыл құлдырай бастады. Ал бұл нарықтың 60%-ға құлауына келіп соқты. Пайыздық мөлшерлеменің жоғарылауына және бағалардың төмендеуіне жауап ретінде инвесторлар өздерінің қолма-қол ақшаларын үнемдеп жинай бастаған. Ал бұл тұтынушылардың сұранысының азаюына және бағалардың одан әрі төмендеуіне алып келгені белгілі болды. Нәтижесінде қатаң цикл туындады. Бағалар төмендеген сайын адамдар ақшаларын қолма-қол түрде сақтай бастады, ал ақшаларды қолма-қол сақтаған сайын бағалар одан әрі төмендеді. Бейне бір төмен бағытталған спираль тәрізді. Нәтижесінде бүгінгі Жапония қор нарығы өзінің 30 жыл бұрынғы деңгейінен төмен саудалануда. Ендігі алаңдаушылық Америка құрама штаттарын осыған ұқсас сценарий күтіп тұрма. Тарихқа үңілсек, мысалы S&P 500 индексінің 1954 жылғы мәні 1929 жылғы мәнімен бірдей болған. Қор нарығы 1978 жылмен салыстырғанда 1968 жылы жоғары деңгейде болған. Егер сіз 1999 жылы нарыққа ақша салған болсаңыз, .com кризисінен кейін сіздің сол ақша салған деңгейіңізге қайтып оралуыңызға 10 жылдан астам уақыт қажет болатын еді. Көріп отырғаныңыздай, 10 жылдық ғайып болу бұрын тарихта болмаған, мүлдем қалыптан тыс құбылыс емес. Сол үшін көптеген ірі инвесторлар бұл алдағы 10 жыл ішінде тағы да қайталануы мүмкін екенін ескертіп жатыр. Ендеше бұны ары қарай қарастырып, сарапшылардың не айтатынын көрейік. Ең алдымен миллиардер Рей Далио. Ол 10 жылдық ғайып болу туралы алғашқылардың бірі болып ескертті. Және оның
пайымдауын түсіну өте оңай. Ол айтады, пандемияға байланысты тұтынушылардың сұранысы баяулайды. Ал бұл корпоративтік пайданың төмендеуіне әкеліп соғады. Пайданы былай қойғанда, кейбір компаниялардың тірі қалуы да екіталай. Бұл өсудің баяулауын тудырады. Нәтижесінде алдағы 10 жыл бойы қор нарығы мүлдем өспей қалуы мүмкін. Екіншісі, Blackstone Capital Management. Директордың орынбасары айтады, акциялар тым артық бағаланып кетті. Дәл қазіргі бағаға шынайы түрде жету үшін енді бізге бақандай 10 жыл еңбектену керек. Оның үстіне бағаны ұстап тұрған төмен пайыздық мөлшерлеме. Егер пайыздық мөлшерлемені көтеретін болса, қарыздардың құны бірдемде өсіп, бүкіл пайданы әп-сәтте жеп қояды. Ал бұл қор нарығының құлауына әкеліп соғады. Десе де ол экономиканы құтқару үшін федералды сақтық қор жүйесі бұрын соңды болмаған қадамдар жасап жатқанын мойындайды. Бірақ бәрібір де бұл пайданың азаюына итермелеуі мүмкін. Үшіншісі, үлкен құрметке ие инвесторлардың бірі Чарли Мангер. Шынымен де ол кісінің инвестициялық философиясы құрметтеуге тұрарлық деп ойлаймын. Оның позициясы нарыққа ақылға сенімсіз түрде үміт артуда емес, және қараспанды төндіруде емес. Керісінше ол кісі реалист, көбінде практикалық логикаға сүйенеді. Ол айтады, ФРС пайыздық мөлшерлемені жасанды түрде ұстап тұрғандықтан және ақша шамадан тыс көп басылып кеткендіктен, оның үстіне инвестицияға деген қызығушылық тым жоғары болып тұрғандықтан, акциялар және облигациялар нарығы көпіршікке айнала бастады. Бұл акциялар бағасы өзінің болуға тиісті деңгейінен жоғары көтеріліп кетті деген сөз. Ол айтады тағы да, ақша осыншама көп басылып жатқан жағдайда, осыншама ұзақ уақыт бойы ешқашан қиыншылыққа тап болмай қалған емес. Отпен ойнағанның азақ алдында тұрмыз. Бағалардың тым жылдам өскені соншалық, енді қор нарығынан түсетін пайда қалай да орташа мәннен төмен болады. Бұл жағдайға бәрімізде дайындық болу керек. Ақыры үшінші экспертқа да жеттік. Ол Майкл Берри. Сіз оны «Игра на понижение» фильмінен білуіңіз мүмкін. Өткенде ғана Тесланың акциясы осы жылы 90%-ға құлауы мүмкін деп болжам жасаған адам. Бірақ бүгін оның басқалай ескертуі бар. Ол айтады, тізгінсіз кеткен алыпсатарлық және қарыз ақшамен жасалатын ставкалардың кең таралуы қор нарығының күйреуіне алып келеді. Адамдар айтады, өткен жолы сен бізге ескертпедің. Мен ескерттім, бірақ ешкім тыңдамады. Сондықтан бұл жолы тағы да ескертіп жатырмын. Бірақ әлі де ешкім тыңдап жатқан жоқ. Есесіне бұл жолы менде кемінде дәлел бар. Сіздерге ескерткенім жайлы. Сонымен бұларды қоя тұрып, енді бұның қаншалықты ықтимал екендігі туралы. Содан кейін бұл орын алып жатса, сіз бұған қарсы не істей аласыз? Сол туралы сөйлесейік. Бұл шынымен де мазалайтын нәрсе. Әсіресе инвестор болсаңыз. Бірінші кезекте 10 жылдық айып болудың орын алуы қаншалық ықтимал. Енді сарапшылардың сөзіне сүйенсек, бізді керемет жағдай күтіп тұрған жоқ. Мысал үшін, Рей Далионы айтайық. 2021 жылы ол нарықты көпіршік деп атап, құлдырау болатынын айтты. 2020 жылы біз ұлы депрессияға бет алып барамыз деді. 2019 жылы ол келесі дағдарыс жақындап келеді деді. Содан кейін шынымен де нарықтық кризис болардың азақ алдында ол айтты. Мен жуық уақытта экономикаға нарыққа төніп тұрған қауіпті көріп тұрған жоқ. Ал 2018 жылы ол ескерту шамы жыпылықтап тұр деді. 2017 жылы келесі дағдарыстың масштабы эпикалық болады деді. Ал 2015 жылы ол алдағы кризистің әсері 1938 жылғы нарықтық дағдарыспен бара-бар болмақ деді. Осылай кете береді. Майкл Берри мырза да бұдан қалысар емес. 2017 жылы ол қор нарығының жақын арада құлдырауын болжады. Ал 2019 жылы пассивті инвестицияны көпіршік деп атады. 2020 жылы нарық құлап түбіне жетсе де, ол нағыз паника әлі алдыда тұр деді. Әрине, сезіп тұрғаныңыздай, мен одан әрі қазбалаймын. 2019 жылы Blackstone нағыз көпіршіктерінің атасы жарылғалы тұр деді. Бірақ бұл сөзіне қарамастан, Blackstone бас директорының өз туған күнінің құрметіне арнап, құны $10 миллион тұратын президент Трамп, Гвен Стефани, Олимпиада чемпиондары және түйелердің қатысуымен өткен ғасыр сауық кешін ұйымдастырғанын білесіз бе? Енді мына ақпаратқа сенсек, директор Стивен Шварцман мырзаның қазіргі байлығы 22 миллиардты құрайды. Ендеше ол үшін $10 миллион құрту, $100 мың ақшасы бар адамның $45 жұмсағанымен бірдей ғана. Осы жерден тоқтатсақ та болар, өйткені бұлардың бәрі былжыраққа айналып барады. Чарли Мангер 2019 жылы науқастанудан бұрын демократтар барлық мәселені ақша басып шығару арқылы шешеміз деп ойлайтынына қорқынышпен қарайтынын айтты. Бірақ содан бері нарықтың өсіп біраз жерге жеткенін ескерсек, мамандардың ендігі ескертулеріне құлақ түрмесек болмайтындай. Өсудің ары қарай жалғасу мүмкіндігінен көрі құлау мүмкіндігі басымырақ сияқты. Енді бұған не істеу керек? Қандай беталыс дұрыс болмақ дегенге келсек, мінекей сіздерге ешқандай ақпаратты сатпайтын, бұл видеоны көрсеңіз де, көрмесеңіз де ешқандай пайда көрмейтін адам ретінде
сіздерге айтар ең жақсы, ең әділетті кеңесім. Ақысына тек қана лайк сұраймын. Бір нәрсе ақиқат. Егер біз шынымен де 10 жылдық ғайып болуға душар болсақ, онда 10 жылдан кейін де қор нарығы бүгінгі деңгейде саудаланады. Бірақ бұл бағаның 10 жыл бойы қозғалмай бір деңгейде тұратынын түсіндірмейді. Мысалға, S&P 500 индексі 10 жыл бойы 3900 бен 4000 деген бағаның арасында, яғни жіңішке диапазонда тұрып қалмайды. Бұндай жағдай тарихта ешқашан болып көрмеген. Оның орнына керісінше көптеген құлаулар, өсулер орын алады. Тағы не нәрсе мүмкін емес. Сіз жалғыз бір рет қана инвестиция жасап, келесі 10 жыл бойы қол қусырып қарап отырмайсыз. Әрине мойындауға болады, егер сіз дәл қазір бір рет қана ақша салып, содан кейін ешқашан ақша салмай қойсаңыз, онда зиянға ұшырауыңыз әбден мүмкін. Бірақ тағы да айтайық, инвестиция дегеніміз сіздің ай сайын, жылдар бойы тұрақты, жүйелі түрде ақша салғаныңызды айтады. Тек осы жағдайда ғана сіз пайда таба алатыныңызға сенімді бола аласыз. Қазір не айтпақшы болғанымды көрсетемін. Әсіресе бүгінгі күндері бұл өте актуалды тақырып. Өйткені бұл сіздің қанша пайда таба алатын мүмкіндігіңіз бар мәселені сол тұрғыдан қарастырады. Әрі инвестор, әрі ақш әуе армиясының офицері Спенс мырза 1980 жылдан бастап бүгінге дейінгі қор нарығының кірісіне анализ жасап, оны 3 түрлі ситуацияда қарастырған. Бірінші бойжеткен өз ақшасын әр кез нарықтың шарықтау шегінде салып отырған. Екінші қызымыз барлық ақшаларын керісінше әр кез нарықтың құлдырау нүктесінде салып отырған. Ал үшінші бойжеткен нарықтың қандай деңгейде тұрғанына қарамастан айына тұрақты түрде $200 салып отырған. Енді сіз нарықтың ең сәтті нүктелерін ұстай білген, әр жолы нарықтың құлап, ең түбіне жеткен сәтінде ақша салып отырған екінші қыздың табатын пайдасы ең көп деп ойлайтын шығарсыз. Өкінішке орай қателесесіз. Ең сәтсіз нүктелерге душар болған бірінші инвестор, яғни Айнұр, әр кез нарықтың ең қымбат, ең шарықтау шегінде сатып алулар жасаса да, өзінің $96,000 ақшасын $633,000 айналдырған. Ал нарықтың ең құлдырау нүктесінде ақша салған, яғни ең сәтті, ең арзан нүктелерді ұстай білген екінші инвестор Айгүл өзінің $96,000 ақшасын $956,000 айналдырған. Ал үшінші инвестор, яғни нарықтың қандай нүктеде тұрғанына қарамастан әр ай сайын тұрақты түрде $200 салып отырған Айжан өзінің $96,000-ын $1,386,000 айналдырған. Себебі ол нарықтың ұтымды нүктелерін ұстауға бас қатырмай, қалай қолына артық ақша түседі, солай тұрақты инвестиция жасап отырған. Инвестицияның ең қарапайым және ең маңызды қағидасы. Ал егер сіз ең соңғы ғайып болған 10 жылдықта не болғаны туралы практикалық мысал алғыңыз келсе, онда 2000 және 2012 жылдар аралығына көз жүгіртіп көрейік. Тіпті 12 жыл бойы өсім небары 4,66%-ды құраса да, егер сіз бұған дивидендті қоссаңыз, нақты пайдаңыз 32%-ға бірден көтеріледі. Бірақ егер сіз инвестицияны әр ай сайын мына қарғыс атқан 10 жылдықтың қай нүктесінде тұрғанына қарамастан тұрақты түрде жасасаңыз, онда сіздің жалпы пайдаңыз 24%-ды құрар еді. Ал егер бұған 12 жыл бойы алған дивидендті қоссаңыз, кірістілік бірден 42%-ға көтеріледі. Әрине, енді осыдан жылдық орташа кірістің мәні 3,5%-ды құрайтынын есептеп шығу қиын емес. Дағдарыс кезеңі бұдан да ұзақ болса, кірістілік соған сәйкес едәуір өсіп отырады. Сондықтан, егер біз ғайып болған 10 жылдыққа тап болып жатсақ, бұл тек бір рет қана ақша салып, содан кейін ешқашан инвестиция жасамай қоятын адамдар үшін ғана ғайып болған 10 жылдық болып есептелер еді. Ал нарық құласа да, өссе де, инвестицияны үнемі тұрақты түрде жасап отыратын кез келген адам үшін өзінің инвестициясын орташалау арқылы көбірек пайда табуына үнемі мүмкіндігі бар. Енді бұл туралы өзімнің жеке пікіріме келсек, мен Чарли Мангермен келісуге бейіммін. Шынымен де инвесторлар дәл қазіргі болып жатқан жоғары пайдалар бұдан кейін де бола береді деп үміттенбеу керек. Бұл нарықтың өсуі ары қарай жалғаспайды, немесе акциялар бұдан кейін өспейді деген сөз емес. Бірақ тарихи тұрғыдан алғанда біз қазір орташа деңгейден әлде қайда жоғары тұрмыз. Инвестиция жасаудың қызығы ары қарай жалғаса беретіні әлі беймәлім. Менің стратегиям төмен пайдаға, яғни нарықтың құлауына дайындалу. Егер нарық құламай жалғасты өсіп кете берсе, иығыңызды көтеріп таңғалыңыз да жүре беріңіз. Маған әсе өсіп айға жетсін. Ал егер үлкен құлдырау орын алып жатса, бұған таңғалмаймын. Өйткені өзімді дайындадым ғой. Солай боларын күттік.
Бірақ мен инвестиция жасауды тоқтатпаймын. Ай сайын тұрақты түрде сатып алуды жалғастыра беремін. Алла амандығын берсе, бұл алдағы 20 жыл ішінде пайдалануды жоспарламайтын ақша. 10 жылдық қайып болу бұл қатты уайымдайтын нәрсе емес. Өйткені біріншіден бұны болдырмай қою ешкімнің қолынан келмейді. Екіншіден, ол болған күннің өзінде де бір адамның өмірінде бір рет немесе 2 рет қана орын алуы мүмкін. Әрине, егер сіз 200 жыл өмір сүрмесеңіз. Бірақ тарихта болған 10 жылдық қайып болулардың бәрі ең соңында қалпына келіп отырған. Өмір сонымен тоқтап қалмаған. Қандай кризис болса да, адамдар олардан шығудың жолын бәрібір де табады. Ал бағалар болса үздіксіз жоғарылайды. Әрине, 30 жыл өтсе де әлі қалпына келмеген Жапония нарығы сізді алаңдатуы мүмкін. Бірақ тағы да бұл тек бір рет қана ақша салып, көп жылдар бойы қол қусырып қарап отырған адам үшін ғана зиян. Бұған дейін айтып өткенімдей, инвестициямен олай ешкім айналыспайды, оның мүмкіндігі жоқтың қасы. Оның үстіне Жапония экономикасы ақш экономикасынан түбегейлі ерекшеленеді. Ал бұл ондай жағдайдың орын алу мүмкіндігін едәуір азайтады. Сонымен қатар, Жапония көпіршігін ақштағы .com көпіршігімен салыстырып қарасақ, .com көпіршігінің шамасы олардың 80-ші жылдардағы көпіршігінің жартысына ғана тең екенін байқаймыз. Және егер біз Жапония көпіршігінің дәл осындай көрсеткіштерін ақшқа әкеліп қондыратын болсақ, онда S&P 500 индексі шамамен 9000 деген деңгейге жеткен болар еді. Ал S&P 500 индексінің бүгінгі мәні небәрі 3900. Тағы да айтарым, бұл қор нарығының көтеріліп, айға жетуі мүмкін емес дегенді білдірмейді. Бірақ сіз инвестицияны үнемі тұрақты түрде жасап отырсаңыз, ғайып болған 10 жылдық сізді алаңдататын нәрсеге айналмайды. Ақыры, егер сіз мені 5 миллион доллар алған иттің әңгімесі туралы сөйлегенімді күткен болсаңыз, мінекей. 84 жасар Дорис қайтыс болардан бұрын өзінің Лулу атты 8 жасар итіне күтім жасау үшін 5 миллион доллар қалдырған. Қазіргі таңда оның жақын досы Марта Бёртон итке қамқорлық жасайды. Және иттің барлық шығындарын 5 миллион доллар тұратын сенімгерлік қор төлейді. Әйеліңіз естіп қоймасын. Әйеліңіз деппін ғой. Итіңіз естіп қоймасын. Үріп мазаңызды алып жүрер. Пока.